көңіл күй сыйлаудан бастайық. Жансая, мен бүгінгі күніңнің сәтті болып, керемет, жақсы көңіл күймен сабақты аяқтауыңа тілектеспін қызым. Сабина, саған бүгінгі күнге сәттілік. Марал, бүгінгі күнге саған көңіл күй тілеймін. Біреуге жақсылық тілесе, сол жақсылық тілегі өзін қайтып табады екен балалар. Сондай ма? Жақсы. Ендеше сабағымызды бастайық. Ал енді балалар, біз қазір ең бірінші сабақты бастамас бұрын сабақта топтарға бөлініп алсақ. Енді сіздер мұнда келіп, өздерің қалаған түсті ленталарын дала қойыңдар, ішкәне. Сол ленталар бойынша бөлінейік. Келе қойыңдар. Ал енді балалар, өткен сабақты еске түсіру мақсатында мен сендерге мынадай тұлғаны таны деген әдіс тәсілді пайдаланғым келіп отыр. Ең бірінші сұрақ. БЗБ 530 жылы сақ жерден шабуыл жасаған билеуші кім? Ая. Ол кир болатын, массагеттерге шоғыр жасаған. Тамаша. Кирдің суретін таптық қой, бірінші. Екінші, Гаугамела шайқасында 3-ші Дарияны тас-талқан етіп жеңген Азия билеушісі кім еді? Жақсы, Александр Македонский. Үшінші, Кирді жеңген сақ массагеттердің патшайымы кім? Айғаным айтады. Тұмар патшайым. Тұмар патшайым. Жарайсыңдар, келесі. БЗБ 3-ші ғасырда көшпелі ғұн тайпаларының империясын құрған билеуші кім еді? Аласин Мөде қаған екен. Жарайсыңдар балалар, біз өткен тақырыпқа байланысты біраз нәрселерді еске түсірдік. Өткен сабақты еске түсіру мақсатында тағы бір әдісті қолданамыз. Бұл сөздер банкасы деп аталады. Анау алдарында тұрған банкада бүгінгі кешегі өткен тақырыпты еске түсіретін бірнеше сөздер және сөздер тіркестері бар. Ал балалар, енді қазір біз сөздер банкасы әдісі. Бұл жерде әр топқа осындай банкының ішіне бірнеше сөз және сөз тіркестері берілген. Және осы сөз тіркестерін пайдалана отырып, өткен сабақта негізгі мағлұматтарды бересіңдер балалар. Мынау сендердің топтарына берілген сөздер. Жақсы, ал жаңа бастай ғой. Ең алдымен бірінші Дария. Кирдің ізбасары бірінші Дария біліп шығарғандарды аяусыз жазалап, жаңа империя құруға өзінің үлесін қосты. Заманымыздан бұрынғы 331 мен 327 жылдар аралығында 4 жыл бойы Александр Македонский сақтармен отырықшы Бактрияға жорықтар жасаған болатын. Жарайсың, жақсы, тамаша мәлімет. Ал енді балалар, тыңдап отыратын болсақ, бізде бүгін сендерге жаңа сабаққа өту үшін, тақырыпқа шығу үшін мен мынандай 4 сурет бір мағына деген әдісті қолданып отырмын. Егер байқасаңдар, бұл жерде 4 сурет тұр және ауысқан бірнеше әріптер тұр. Осы арқылы біз бүгінгі өтілетін жаңа тақырыптың алғашқы қадамын бастаймыз балалар. Ал не байқап тұрсыңдар? Әскери арба, мынау азық кілемі, киіз үй, ал мынау алтын адам. Ендеше мұнда жазылған, жасырылған сөздер қандай сөздер болуы мүмкін балалар? Яғни бұл жерде жазылған сөз көшпелілер мәдениеті. Көшпелілер мәдениеті. Ендеше біздің балалар бүгінгі жаңа тақырыбымыз әлемдік мәдениеттің дамуына Орта Азия халықтарының қосқан үлесі деп аталады екен. Ал бүгінгі тақырыпта біз негізінен мынандай сабақ мақсатымен жұмыс жасаймыз. Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениет жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылайтын боламыз балалар. Өздерің білетіндей, біздің Орта Азия халықтарының материалдық және рухани мәдениеті әлемдік мәдениетке үлкен үлес болып қосылды. Жалпы біздің жерімізде археологтар зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде қаншама көп жәдігерлер табылды. Ол жәдігерлердің көпшілігі қыштан, қоладан, темірден, ағаштан жасалған жәдігерлер болды.
Ал енді осы табылған жәдігерлер біздің орталық Азияны мекендеген тайпалардың материалдық және рухани мәдениетінің өте жоғары деңгейде болғандығын көрсетеді. Ал балалар, қазір енді кішкене дәптермен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі тақырыпты ашып, дәптерге жазып, осындағы кілт сөздерді дәптерге түсіріп алайық балалар бәріміз. Бұл жерде кілт сөздер бүгінгі тақырыптың: материалдық мәдениет, әскери арба, ал енді балалар, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты біздің оқулығымызда негізінен сендерге осы әлемдік мәдениеттің дамуына Орта Азия халықтарын қосқан үлесі деп аталатын үлкен тақырыпты бастап отырмыз. Және бұл тақырыптың ішінде бізде осы сақ скиф үлгісіндегі андрондық әскери арбаларды, жалпы пазырық кілемі, былайша айтқан кезде біздің жалпы Орта Азия халықтарының әлемдік мәдениетке қосқан үлесін көрсететін керемет дүниелермен танысатын боламыз. Ал енді бұл тақырыпты біз сендермен бірге жіксу әдісі бойынша талдаймыз. Ал оқулығымызды ашайықшы балалар. Егер оқулығымызды ашатын болса, 6-шы беттегі Орта Азия халықтарының әлемдік материалдық мәдениетке қосқан үлесі деген тақырып бар. Осы тақырыптағы андрондық әскери арбалар және қаруларды андрондар тобы дайындалып, біз осы тақырыпты қорғап шығасыңдар. Шығамыз онда жүріп. Қазір бізде мына андрон тобының оқушылары андрондық әскери арбалар туралы түсіндіріп беретін болады балалар. Ал как балалар бастаңдар онда? Андрон мәдениетінің ең басты құралы бұл екі дөңгелекті әскери арба болып табылады. Біздің заманымыздан бұрын 18 және 20 ғасырда болған. Бұл Қисық көлдегі сымтас қорымынан табылды. Енді андрондықтардың ең негізгі көлік құралы екі доңғалақты арба, әскери арбаның құрылысына келер болсақ, олардың негізі теріден жасалды. Және де оларда ең негізгі ұзын білікке ағаш шоқтау орналастырылды. Бұл жауынгерлік арбада жауынгермен тізгінші отырды. Жауынгердің басты қаруы бұғы сіңірінен жасаған садақпен бүркіттің қауырсына қадалған ұшы сүйектер салған жебеде тұрды. Жебенің қорымсағы осы арбаның бүйіріне. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 жылдықтың соңы мен 2 жылдықтың басында оңтүстік Жайық мен солтүстік Қазақстан аймағында жоспармен тұрғызылған қалалар мен бекіністер пайда бола бастады. Әскери арбаларды көптен қолданды. Олардың дәлелі ретінде археологиялық қазбалардан табылған, саздан жасалынған жаңағыдай доңғалақтар табылды, көптен табылды. Және сонымен қатар мұндағы басты ерекшеліктерінің бірі, мұндағы тасқа қашалынған бейнелердің бірі жаңағыдай жартастарда бейнеленді. Олар петроглиф болып аталынды және Ал енді балалар, қазір мына сақ скиф тобына берген тапсырма негізінен сақтардың киім үлгілері. Ал солар бойынша бұл алтын адамның үстіндегі киім, жалпы былайша айтқан кезде сақ әйелдерінің, ерлерінің киімдері туралы өздерінің түсінігін береді. Ал бастаңдар балалар. Сақтардың киімі сақтарды жануарлар қорғайды деп сенген, және де көсемнің басында алдыңғы жағында бас киімнің күн таңбасы және қанатты ат және алтын жебе бейнеленген. Белден төмен осындай киім кисе, үстіне осындай жамылған. Ал шалбарларына келетін болсақ, бала жағы тарлау қылып киген. Шалбар бұл сақ пен скифтің ең басты ерекшеліктерінің бірі, өйткені бұған дейін жерорта мен алдыңғы Азия сақ
сақ әйелдері ерекше киімдер киген, жүн белдемшелер киген және оны белбеулермен ораған. Үстіне жеңіл көйлек киген. Ол көйлектің мойын жақтары дөңгелете кесіліп, жеңдері Ал қазір енді мына бізде ғұндар тобына берілген тапсырма, бұларда жалпы киіз үй және пазырық кілем туралы бізге бүгінгі өткен тақырыпта негізгі түсініктер береді. Ал ең бірінші мына киіз үйдің құрылысы туралы айтып түсіндіріңізші балалар. Киіз үй Еуразия көшпелілерінің ұлы туындысы. Ол біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта кездесе бастағанымен, одан алдыңғы ғасырларда оның нобайы кездескен. Яғни біздің заманымыздан бұрынғы 12-9 ғасырларда өмір сүрген Федоров мәдениетінен осы қазба жұмыстар кезінде дөңгелекті баспаналар табылған. Яғни киіз үй шалып істелінген болатын, бірақ адам және де адамзаттан келген бұл жапырақтарды және де сүйектерді барлығын ағаштармен киізге алмастырған болады. Пазырық кілемі, бұл пазырық кілемі әлемдегі алғашқы түкті кілемдердің бірі болып табылады. Пазырық кілемі негізінен Алтайдағы пазырық ормандарының бірінде мәңгілік тонның ішінде сақталып қалған және де ол сақталып қалған болатын. Және де ол тіктөрт бұрышты, ода бұғылар, грифондар, салтанаттылар мен гүлдер және де геометриялық өрнектер белгіленген болатын. Осы пазырық кілемнің ерекшелігі ол тек қана жүннен жасалған және де оның түстері. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мен сендерменен жұбыңды тап деген әдісті қолданатын боламын. Бұл жерде қазір мен осында отырған әр баланың басына сөз тіркестері бар және сол сөз тіркестеріне жауап беретін сөздер жазылған тәждерді кигізетін боламын. Енді қазір бәріміз жұбыңды тап деген әдіс бойынша, бастарындағы тәж бойынша сол тәждегі берілген мәліметтік жалғасын келесі оқушыдан табатын боламыз. Ал 1, 2, 3 бастап шыққан балалар, қазір жұбыңызды таба қояйық. Менің жұбым қайда? Жақсы, онда мендегі сөз түркілер мен моңғолдардың киіз үйлерінің негізі андро кезіндегі баспаналардан бастау алады. Біз Әсел екеуміз жұппыз. Сендер Гаухар? Сақтардың киімдері әртүрлі материалдардан, мақтадан, киізден, теріден тігілді, дұрыс. Сендер Ал балалар, бүгінгі тапсырмалар бойынша мен Андрон тобындағы оқушылардың ішінен мен бүгін Жанатқа 5 қойғым келіп отыр, Айғанымға 5 қойғым келіп отыр, Азаматқа 5, Маралға 5, және бізде Сабин ағада 5 деген баға қойып. Қалған оқушыларға 4. Сендер қолдарына стикер берем, ал сендер сол стикерде бүгінгі тақырып бойынша нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет. Өздерінің кері байланыстарını маған тастап кетіңдер. Үйге тапсырма бізге әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі деген тақырыпты жақсылап оқып келесіңдер. Және екінші тапсырма әскери арбалар деген тақырыпта презентация дайындайсыңдар. Яғни таныстырылым дайындаусыңдар. Және екінші тапсырма сақ киімдері деген тақырыпта эссе жазып келу сендерге тапсырылады. Тақырып түсінікті ме? Иә. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Жақсы. Сендер бүгін сабақта өздерінің экспонаттарға бар, өздерінің экскурсия жасап, өздерінің гид болдыңдар, түсіндірдіңдер. Ал енді сабақ ұнаған болатын болса, келесі сабаққа жақсылап дайындалып келіп, осы бүгінгі сабақта үйренгендеріңді келесі сабақта маған қайтадан түсіндіріп беретін боласыңдар. Жақсы бала, сау болыңдар.